Адам Раббысына бойұсынбады және ақылсыздық қылды. Болса мен де қарамайтын нәрсеге ұзақ қарап қалған кезімде, мысалы, әлеуметтік желіде біз отырамыз ғой, әлеуметтік желілерде отырамыз дейік. Сосын жаңағы ананы қарадық, мынаны қарадық деген нәрселер болады. Біз білім жолын іздеп жүргеннен кейін біздікі тіпті қауіпті. Неге? Білімнің нұры қашып кетеді 4 жылға. Тек материалды жаттайсың, емтихан тапсырасың, соны бітті, құжат алып шығамыз. Сонда жаңағы тиктокта ма, бір жерде ма сіз уағыз тыңдап отқан сияқты болдыңыз басында. Онан бір бауырыңыз жіберді, сонымен бір жақсы бір уағыз сияқты екен. Сосын оны тыңдап оны бүйтіп жіберген кезде бір басқа бір болмайтын, қарауға Алла тыйым салған бір нәрсе шыға келді. Оны да біраз қарап отырдым мен. Сол жерде Алла тағала маған да адамға айтқан сөзді айтып отыр. Сен Раббыңа бойұсынбадың, сен ақылсыздық жасап жатсың. Яғни мен 20 минут наны көрсем, мен қай нәрсеге келістім? 20 минут Аллаға бойұсынбауға және ақылсыз болуға. Бұны біз бүйтіп ойланудан қалғанбыз ғой. Бұл не бізде? Норма. Бұл норма болып қалған, ұлға да, қызға да. Ойлаңыз. Ал бұл, сол үшін мен не істеу керекпін түсінсем? 20 минут Аллаға бойұсынбаушылық жасадым. Бар ма осындай нәрсе біздің өмірде? 20 минут. 20 минут ақылсыз болуға келістім. Астағфирулла деп 5 уақыт намазда Тағала реттеп қойған соған. Сөйтіп құптанға кірдім ба? Немесе құптаннан кейін болған бұл. Не істеймін? Пайғамбарымыз салам 100 рет истихфар айт. Астағфирулла, Алладан кешірім сұрайым, ақылсыздық жасағаным үшін. Алла, астағфирулла, 100 рет, 70 рет, астағфирулла. Мен мұны жуу керекпін. Мен действительно дұрыс емес нәрсе жасадым. Бірақ егер мен бұл астағфирулланы айтпай ұйықтасам, мен уже бұл осы нәрсе маған норма болады да, нұр кете бастайды менен. Ол менің жаттау қабілетіме әсер етеді. Ол менің жалпы оқуға келгендегі мақсатыма дейін бұзып жібереді. Все басқа мақсаттар кетеді менде. Нәжеге мен негізі бір жақсылап білім оқып, жақсы бір дұрыстап ислам танып, ертең халыққа бір дұрыс рухани жетекші болуға деген мақсатпен келген болуым мүмкін, 4 жылға деп, одан кейін ары қарай оқимын деп. 1 жыл өтпестен мен сандуғашқа үйлендім. Ол екеуміз кеттік. Онда мақсат сондай еді. Әйтеуір бір-бірімізді тауып алдық, оған да шүкір деген нәрсе болады жаңағы. Жалпы бірақ қарапайым нәрселерді айтып отқаным ғой өмірде. Әр нәрсеге қарай беретін болса, әр нәрсеге алдана беретін болсақ, біз негізгі алдымызға қойған мақсаттарымыздан адасып кетеміз. Міндетті түрде жаңағы иманнан адасып кету деген нәрсе емес. Принциптерден адасып кету, мақсаттан, Алланың разылығы, Алланың махаббаты деген нәрселерден кетіп қалуы мүмкін. Одан кейін ол берекесіз болады. Ол тіпті үйленгеннен кейін де екі адам жаңағы ерлі зайыпты бір-бірін түсіне бермейді. Анау мен түсінбейсің, мен түсінбейсің. Мақсат дұрыс қойылмаған. Алла басқармайды екеуін. Екеуі нәпсімен бүйтіп тіреліп алған. Ойлаңызшы. Аллаға сөз бермейді екеуі. Содан кейін қазір мына қоғамда да өзіңіз көріп тұрсыз, ажырасу тұрғысынан біз сондай бір 2-ші орында деген өткенде бір статистика бойынша айтып отыр. Оның ішінде намаз оқитындар да бар. Проблема сонда біз не істеп жүрміз біз? Неге бұл береке болмай жатыр біздің өмірімізде деген?